бастаймыз. Біз Мұхтар Әуезовтің 7 әңгімесін оқып, сол әңгімені талдауға жиналып отырмыз. Мен сендерге алдын ала тапсырма бердім. Әр топқа Мұхтар Әуезовтің шығармашылығы, әңгімелері, өмірбаяны және басқа да кітаптармен салыстырмалы түрде талдап келуге тапсырма берген едім. Олай болса, қазір бірінші топтың тапсырмасына қалай дайындалып келгеніне назар аударайық. Бәріміз келеміз, бірінші топқа қарай. Жақындап тұрамыз. Ал бірінші топ не дайындап келіңдер, бізге түсіндіріп айтып беріңдер. Бұл Мұхтар Әуезов мақамы. Мұхтар Әуезов 1897 жылы дүниеге келген. Ол қазақ әдебиетінің классигі, еңбек сіңірген қайраткері болды. 1946 жылы Қазақ КСР академиясында оқыды. Сөйтіп 1947 жылы ол еңбек сіңірген қайраткерін атанды. Және де Мұхтар Әуезов Қасқабұлақ деген атты ауылда туып өскен. Және бұл сол ауылдың суреті. Бұл көшпелі ауыл болғандықтан балалық шағы көшпенді ауылда өтті. 1961 жылы өзінің Қорғансыздың күні деген әңгімесімен өзін танытты. Және де 1923 жылдан бастап қазақ әдебиет саласына бүкіл күшін салып әңгімелер жазды. Және де 1915-1919 жылдарында мұғалім мамандығын оқыды. 1923-1927 жылдары Ленинград университетінде оқып, тіл мен әдебиет факультетін таңдайды. Бітіреді. Одан кейін Ташкентте Орта Азия мемлекеттік университеті шығыс фольклоры бойынша маманданды. Ленинградта оқыған соңғы 2 жылында 2 тамаша повесть жазған болатын. Олар Қараш-Қараш пен Көксерек болды. Саяси қызметтен бас тартып, бірыңғай зерттеуге ойысқан кезде ол әдебиетшіге де сол саясаттың шырмауынан шығу қиын екенін ұға білді. Ондаған жылдар бойы оған ұлтшылық, байшылық, идеялар жақтаушы деген кінә тағылып келді. Қудалау көріп 1930-1938 жылдары қамауда болып, тұтқыннан құтылу мақсатымен ашық хат жазған болатын. Әуезовтің тарихы тақырыпты. Мұхтар Әуезов деген кім? Жазыпсыңдар ғой. Кім екен Мұхтар Әуезов деген? Айтыңдаршы. Мұхтар Әуезов жазушы, тағы да тұңғыш режиссер, аудармашы, көптеген кітаптар аудартты, иә? Зерттеуші, Қазақстандағы тұңғыш футбол командасының ойыншысы болған. Қоғамдық жұмыстармен айналысқан екен. Және Мұхтар Әуезов ең көлемді қандай роман эпопея жазған? Абай Құнанбаевтың бүткіл өмірін суреттеп жазып шыққан жазушымыз осы Мұхтар Әуезов екен. Балалар, сұрақтарың бар ма? Бірінші топтың жұмысына. Ал ондай болса, екінші топ бізге 7 әңгімесі туралы өздерінің түсінгендерін айтып береді. Және сол арқылы біз 7 әңгімесіне кім суреттеледі, негізгі кейіпкеріміз кім, қосалқы кейіпкерлер кім екенін қазір түсінуге тырысамыз. Ал сөз екінші топта. Мұхтар Әуезов 7 әңгімесі 1925 жылы жазылған. Мұхтар Әуезовтың бұл әңгімесінде Қасым деген бала әке-шешесінен айырылып, жетім болып, ағайыннан қорлық көрген. Жетім әңгімесі. Жаз ортасының көңіл кеші. Ұлытау биік шыңдарында желдің қоңыр дауысы шығады. Ары жақта күн күркіреп жаңбыр жауды. Арасында күн жыпылықтап, күн шығып қояды. Қара бұлт басқан айналада таудың асты үстінде үш салпты ат келе жатады. Бір бала біреуді жүріп, басында көп нәрсені ойлап, өзінің ата-анасын сағынып жатыр. Ол баланы аты Қасым. Ол 11 жаста. Қасымға не болған екен? Оның кәрі шешесі қайтыс болған жарты жыл бұрын
ата шешесі қайтыс болды, ата анасы да қайтыс болды. Ал сосын осы жарты жыл өткеннен кейін оның әжесі де қайтыс болды. Сонымен Қасым тұл жетім болды, иә? Оған қарайласатын, қамқор болатын кім барып қалды? Ешкім қалған жоқ, ол соған қатты қапаланды, иә? Бірақ оның үйі болды, баспанасы болды, малы болды, дегенмен де оған қарайтын оның шамасы жоқ. Енді ары қарай не болды? Жақын жанашыр туысқаны жоқ Қасым өзінің ауылындағы адамдар әжесінің мәйітін шығарды. Әжесі көз жұмар алдын өзінің баласының Қасымды астына отырғызып, сен менің баламды абай болыңдар, мен балама жақсы қараңдар, ренжітпеңдер деп айтып кетеді. Сол әңгімеден кейін әжесі көз жұмады. Қасым үлкен кісідей зарлап жылайды. Исаның отбасын айтып беріңізші, қандай еді оның отбасы? Кім бар еді отбасында? Исаның бала-шағасы бар, әйелі бар. Әйелінің аты? Оның балалары қандай еді? Қандай тәрбие алды? ерке болған, олар жұмсамаған. Енді ауылдың ақсақалдары сол жерде жиналып, жаңағы алыс ағайыны болса да Исаға Қасымды тапсырып, осы балаға енді сен еге бол, оны жылатпа, малдарына аманат, малдары саған аманат деп Қасымды оның үйіне шығарып салады. Енді ары қарай өмірі қандай болды Қасымның? Дастан жалғастырыңызшы. Ары қарай оның өмірі ол Иса деген туысқанның үйінде тұрды. Бір күні ол Иса қарғысының малдарын алып, оны жартысын соғымға жіберді. Және ол түнде ұйықтап, Қасым жылап, түнде ол жылаған кезде оған Иса деген туысқаны жылаған сайын тамақ бермейтін болды. Қасым жыламаса да оған тамақ бермейтін болды. Сөйтіп ол Иса мен қадір адам да күнде таяқ жейтін еді. Одан таяқ жемесе де үлкен балдарының таяқ жеді. Жарайды, жан сезім ары қарай жалғастыр. Қандай қорлық көрді? Балаларынан қандай қорлық көрді? Оның балалары емтек болды. Иса сосын өзінің балаларын аяп тек қана Қасымға жұмсай беретін болды. Оны қой бақтыруға жіберіп, шаршап келген соң тағы да жұмсай беретін болды. Сосын Қасым ызаланып таспен састы атып жүргенде оның тізесіне байқамай тиіп кетті. Сосын оны қатты ұрысты. Қасымның қанша малы бар еді? 30 шақты малы бар еді. Ал Исаның қанша малы бар еді? Аз малы бар еді. Енді балаларын қозы бағуға, қой бағуға жұмсайды десе, оның балалары әке-шешесін тыңдамайды, қыңқылдап, еріншек барғысы келмейді. Сөйтіп әке-шешесі өзінің баласын аяп, Қасымды әдейі сылтап отыр. Кімнің малы бұл? Бұл Қасымның малы, Қасым бағу керек. Десе не болады? Қайтып келейін десе, ол жақта Иса қайтадан қаһарына мініп отырғанын біліп, ол жаққа баруға қорқып, тауға қарай кете береді. Тауға беттеп, не үшін барады тауға ол? Таудан асып, әке-шешесінің моласына барғысы келді. Иә. Сонымен Ерасыл жалғастырып жіберер қарай. Ол қатты шаршап, өзі демалуға жатады. Оның артынан адамдар іздеп келеді. Ол талдың артында тығылып тұрады. Кейін ол іздеп жүрген адамдар Қасымның өлген денесін табады. Бірақ ол әлі мұздамаған еді. Оның енді өлгенін білдіреді. Иә, осы жерді кім Асылбек сипаттап берші, сөйлейтін. Осы кезде Қасым келе жатқанда алдына қараса, бір бойы ұзын жігітті көріп айтады: сен менің артынан жүр дейді. Бірақ Қасым өте қорқып шаршап жүрген. Менің артымнан жүр деді. Менің артымнан жүре бер деді. Бірақ Қасым шаршап жарқырағанда оның артынан жүгіре бастаған. Содан жүріп, содан кейін оның артынан барады. Менің артымнан бара бер, шаршасаң. Сен шаршасаң да менің артынан жүре бермей бересің. Аяғыңа сілең келе ме, аяғыңа тас келе ме, тоқтамайсың. Шаршасаң да тоқтамайсың, менің артынан еріп жүруім керек дейді. Сонымен қорыққанынан Қасым ол кісінің артынан еріп кете береді. Содан кейін еріп жүрген соң қараса, ол жігіт
жоғалып кеткен сол көзден ғайып болып кетті. Иә. Сол қай суретте? Мына суретте де бейнелендің ғой сен, иә? Мына ма? Арсен, сен қалай бейнеледің? Қайсысы сенің суретің? Найдем. Айтсаңыз. Мына жерде мен осымен трагедиямен аяқталған екен. Ал сендер қалай осы әңгімені аяқтайтын едіңдер? аяқтағанда сол сол Қасым оны осы үшеуі табып, ол не шашағанда ол әлі өзінің есінде болады да, содан кейін оны қаяқтасын, қаяқта жүрсін деп барлығын айтып, содан оны Исаға қарай барып, оған барлығын айтып беріп, содан оның өмірі жақсы болатын еді деп аяқтайтын еді. Жақсы жағынан аяқтайтын едің, бәрі мақсатына жетсе, Қасым жағы жетімдіктің тауқыметін тартпай, жақсы өмірге жете алса деп аяқтайтын едім, иә? Жан сезім, сенің ойың қалай аяқтайтын? Қасымда әлі мұздап болған жоқ қой, сосын оны барлығы жақын ауылға апарып, сосын оны сұрап таныстарына, сосын оны барлығы Исаға апарып, Иса не үшін екенін сұрап, сосын барып, сол ішіне батырып, өзінің қолына алып, Исаны Қасымды жақсы өмірге естесе. Жақсы өмір сүрсе екен. Тағы қосатындар бар ма? Аружан. Ол Қасымды көріп, аман кезінде үйінен, олар үшеуі үйінен неге жүрген барлық хал-жағдайын сөйледі. Исаға ертеңгісі апаратынды. Сөйтіп апарғанында Исаға бәрін айтып, Иса өзінің қателігін түсініп, Қасым жақсы өмір бастады деп аяқтайтын. Қандай керемет болар еді, сол аяқталса. Толған айтып, не қосасың? Исаны көрші ауылға алып барып, оны дәрігерлерге қаратып, сосын оның ішіндегі бар өзінің ренжіп жүрген сәттерін барлығын сұрап, оны жақсы өмірге бағыттауы керек. Жақсы, рахмет, екінші топқа. Қосатын болсын екен. Қасымды тауып алғаннан кейін тексертіп, сосын жақсы болып қалғаннан кейін ертеңіне ғана Исаға сазасын беріп, сосын нормальный өмір сүреді деген. Исаны сазайын беру керек еді. Жарайды балалар, ондай болса, үшінші топтың жұмысына қарай. Біз Мұхтар Әуезовтің жетім деген әңгімесін алып, және Оралхан Бөкейдің Тортай деген әңгімесін алып, екеуіміз зерттеп салыстырдық. Салыстырған кезде біз Вен диаграммасын құрдық. Құрған кезде мен Тортайдың мінездерін айтып кетейін. Тортай жуас болды, зерек болды. Себебі ол кішкентай күннен бастап біреуге құштар болғандығын, және арманшыл болды. Оның армандары кішкене кезінен көп болды. Және ол үйіндегі көп кітаптарды оқи бастады. Осының ішінде Қасымның мінезін айтқанын, ол көңілсіз болды, жабырқаулы болды, ашулы болды. Екінші топтың айтып кеткеніндей, көңілсіз болғанының себебі оның ата-анасы, әжесі, атасы қайтыс болды. Сол себепті ол көңілсіз мұңды болды, өмірге деген қапашылығы болды. Ал жабырқауының себебі және мұңды болуының себебі Иса оның өзінің үйіне қуып жіберді. Жұрты оған айтты, сен өзің Исаның жынына тиген шығарсың, ол сені бақты ғой деді. Сосын оған жындан тау жаққа кетіп қалды, ашуланып. Қасым мен Тортайдың ұқсастығы жетім, екеуі де жетім, ата-анасынан ерте айырылған. Сезімталды туыстары үйінен қуып жүрді. Екеуінің де туыстары үйінен қуып жіберді ма? Қасымның ерекшелігі мал бақты өткені, Қасым жетім болып қалған кезде Исаның өзінің туысына Исаның балалары оның еріншек болды, сосын оны Қасым жұмсай берді, мал бақына сөйледі. Достары жоқ болды, өйткені ол адамдармен араласқысы келмеді. Білімсіз болды, өйткені оқитын кітабы болмады, мүмкіндігі болмады, Иса оған мүмкіндік бермеді. А Тортай қандай болды? Тортай ол кітап оқи берді, өйткені оның кітаптары көп болды, және де кітап оқуға деген құлшынысы өте көп болды. Және де оның достары көп болды. Ол достарына адал болып жүрген. Енді балалар қараңдар. Бұл жерде Оралхан Бөкейдің Тортай мінер атты озатыменен Мұхтар Әуезовтің жетім әңгімесін салыстырмалы түрде айтып отырсыңдар, дегенмен
жетім әңгімесінің кезеңі болған оқиғасы ол басқа кезең, иә. Ал Тортай менен Ақмозаттікі ол қайта берде жаңағы кеңес одағы орнап, жаңағы мектептер ашылып, кітаптар, оқитын кітаптары бар, жазуды біледі, оқуды біледі, білімнің біраз уақытқа дейін дамып келген кезеңі. Ал жетім әңгімесінде қай кезең суреттеледі? Патшадан кейін. Иә, әлі жаңағы Тортайдың жағдайының екеуі екі бөлек. Екеуі де жетім болғанмен, мына заманның ағымына қарай Мұхтар Әуезовтің 125 жылдығына арнап жетім әңгімесін талдап шықтым, иә. Енді осы әңгімеден не түйдіңдер балалар? Бірінші сыныптың Мұхтар Әуезовтің өмірбаянын да біліп алдым, мазмұнын да білдім жақсы. Маған бірінші және екінші топтың тапсырмалары ұнады. Мен бірінші топта Мұхтар Әуезовтің өмірбаянын біліп алдым және көптеген қандай шығармалар жазғанын да оқып білдім. Ал екінші топқа келсе, екінші топта мен жетім деген шығарманы, Мұхтар Әуезовтің шығармасын мазмұнын толық түсініп алдым және суреттерінде көрдім. Енді Қасым, жетім әңгімесіндегі Қасым деген негізі кейіпкерге тоқталайықшы. Қасымда сендер не ой түйдіңдер? Қасымның жағдайы алаңдата ма сендерді? Жағдайы өте қиын бұл заманда. Қазақтардың жетім екені, жетім алса жұрттың бәрі көмектесетіні, бірақ бұл заманда да әділетсіз болғанын көріп тұр. Ал Тортайдың заманында ол